Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен осындай қатты нан пісірудің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл нанды дайындау үшін мен 100 грамм қайнаған суға 100 грамм сүт, үстіне 1 шай қасық тұз және 10 грамм дрожж салып, шамамен 300-350 граммдай ұнды қосып, қамырымды иілеп аламын. Қамыр тым қатты болып кетпеуге тиісті, жұмсақ болу керек. Осылай иіліп, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямын. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Видеомды соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Енді дайын болған қамырды теңдей етіп 4 бөлікке бөлемін. Осылай 4 бөлікке бөліп, зуала жасап, бәрін осылай дайындап алатын боламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Зуала жасап болған соң 5 минутқа тағы қойып алам қамырымды. Сосын енді қамырды жаюға кірісемін. Болашақта менен тағы қандай рецепттер күтесіз, соны да жазып алыңыз. Енді арасына ұнды көбірек қылып сеуіп, төртеуін бірдей қойып, осылай бірдей жайып алатын боламын. Видеода қарап көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Өте дәмді керемет нан пісіп шығады. Енді осы жайып алған қамырдың арасына мендегі сары майды ертіп, арасына майды жағып, негізі сары маймен істесе наныңыз өте дәмді болып шығады. Осылай майды жағып дайындап аламын. Менімен бірге осылай жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Таңғы асқа осы нанды пісіріп дайындап жіберсеңіз керемет. Осылай 2 бөлікке бөліп ораймын. Мінекей, осылай орап аламын. Енді тағы да үстінен жаямын. Жайған кезде өте мұқият болыңыздар. Арасы май жағылған қамыр ашылып кетпесін. Осылай дайындап алып, противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне салып, духовкада 180 градуста пісіретін боламын. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамын. 180 градуста шамамен 40 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болып пісіп шығатыннан. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Арнамнан алыстамаңыз. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Өте дәмді нан. Арасына жаққан сары майдың иісі, сары майдың дәмі деген өте керемет болып шығады.